Сәлем достар, мен бүгін сіздермен өте дәмді, жесе ауызда еритін керемет печенье пісіретін боламын. Бізге ол үшін алдымен 250 грамм ұн және 150 грамм май керек болады. Екеуін осылай видеодағыдай араластырып аламыз. Енді бір шай қасық қамыр қопсытқыш және 200 грамм қаймағымызды және бір жұмыртқаның сарысын салып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп болдық. Енді 10 минутқа бетін жауып, тұндырып қойып қоямыз. Енді жаңғағымызды ұсақтап турап аламыз. Блендермен ұсақтап алсаңыздар да болады. Енді оның үстіне 200 грамм қант және жұмыртқаның бір ағын салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді қамырымызды бөліктерге бөліп зуала жасап аламыз. Қамырымызды жұқалап жайып алдық. Енді ішіне жаңғақты салып орап аламыз. Сосын бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, жаңғақты бетіне тағы да жаңғақпен қант араласқан салмамызды салып шығамыз. Енді бөліктерге бөліп, табамызға салып 180 градуста 15 минуттай пісіріп аламыз. Печеньеміз пісті. Дәмі өте керемет, жесе ауызда еритін печенье болды. Бұл печенье жесеңіз пахлавада керек болмай қалады. Сіздер де жасап көруге кеңес беремін.